Бүгінгі ақпараттық танымдық бейне сабақтың тақырыбы түрленген Түркістан. Қазіргі Түркістан қаласының тарихына тоқталатын болсақ, Түркістан қаласын ежелде Яссы қаласы деп атаған екен. 16 ғасырда Өзбекхан Исфахани Мехман-наме и Бухари атты шығармасында Яссыны былайша суреттейді. Аса қасиетті қожаның сағанасы орналасқан Яссы қаласы өрісі кең, әрі құнарлы жер деп сипаттапты. 1990 жылдардың аяғында елбасының ұйғарымымен Түркістанның 1500 жылдығына байланысты дайындық шаралары басталды. Ал 2000 жылы 22 сәуірде Нұрсұлтан Назарбаев мерейтойға дайындық барысымен танысты. Бұл шараға тұңғыш президент айрықша көңіл бөлді. Өйткені рухани Астана мерейтойының жоғары деңгейде өтуі маңызды еді. Мерейтойды абыроймен өткізуге оңтүстік халқы белсене атсалысты. 2000 жылдары Түркістан шаһарының 1500 жылдығына байланысты облыс, аудан, қала басшылары нақты көмек көрсетті. Жан-жақтан құрылыс материалдары ағылып, университет оқытушыларына арналған соңғы үлгідегі киімде жарық, жайлы коттедждер бой көтере бастаған еді. Сол үйлерге Алматы, Шымкент қаласы, Өзбекстан, Моңғолиядан, өзге де жерден біржолата келген атақты профессорлар қоныстана бастады. Міне осының нәтижесінде алдарыңызда тұрған заман талабына сай түрленген, гүлденген Түркістан. Назарбаев тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.